Біз өз күшімізбен ұйымдастыруға тырысып жатырмыз. Дана халқымыз бетеген кетсе бел қалар, бектерін кетсе ел қалар, бірлігін кетсе нең қалар дейді. Береке бірлікті ұстап отқан ел ағалары бар. Соларды мысалы Қазақстан Республикасы көлік министрі Марат Қарабаев мырза, сол министрлікте жұмыс жасайтын белді мамандар Сәтжан Қуанышұлы, Әсемгүл Бақтыбайқызына үлкен алғысымызды білдіреміз. Біздің осы көрменің ұйымдастыруына ақпараттық қолдау білдіріп жатыр. Яғни шетелдік мемлекеттерге осы көрме өтуі туралы ақпараттық ресми қолдау бойынша барша өздерінің ынталарын білдіріп, қолдау хаттарын жіберіп, арнайы қолдап отыр. Біз үшін бұл үлкен мәртебе. Банша кәсіби орта болғанымен, кәсіби алаң болғанымен, қанша кәсіпкер жиналады десе де, бұл қазақтың философиясымен де бір параллель жүргізуге болатын сияқты. Себебі қазақ халқы енді қонақ күтуді жақсы көреді ғой, қонақ келсе құт келеді дейді. Бұл жағынан да енді құт келе ма? Болжам қандай, біз не күтеміз осы алаңнан, осы көрмеден жалпы? Бұл көрмеден бізге берері не? Бізге берері өте көп. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауларында да осы біздің салалық тақырыбымыз, жаңағы жол құрылысы, көлік инфрақұрылымын дамыту, әсіресе шетелден Қазақстанға инвестиция құю мәселесі. Әрбір жолдауында осы биылғы жылы ана тілі газетіне шыққан мақаласында да ол туралы еркін жазған болатын. Біздің негізгі мақсатымыз Қазақстанға шетелдік бәсекеге қабілетті үздік компанияларды осы қазақстандық аренаға шақырып, алаңға шақырып, олармен қазақстандық кәсіпкерлер серіктес болса, жаңағы әлемнің үздік техникалар осында келсе, әлемнің үздік көліктер, автокөліктері осы тәуелсіздіктің, егемендіктің арқасында Қазақстанның әрбір түкпіріндегі көшелерді сайрап судай ағылып жатыр. Соларға керекті құрылғы саймандарды шетелден қазір тарту қиын болып жатыр. Сол өзектілікке байланысты біз көрме тақырыбына жеңіл автокөліктер және олардың қосалқы бөлшектерін арнайы басымдықпен қосып отырмыз. Өзара тәжірибе негізі қашанда жақсы ғой, жақсы өнім шығар.